Сәлем достар, қалайсыздар? Жаңа 2026 жылдарыңыз құтты болсын, әр шаңырақта құт береке болсын. Осы видеода біз Астанадағы ең үлкен Ёлка алаңына бардық. Осы видеода толық қай жерде орналасқан, не бар екен толық көрсетіп айтып беремін. Ол жаққа біз анам және қыздарымызбен бәріміз бірге бардық. Автобуспен 1 сағаттай уақыт кетті. Ол левый берег жақта орналасқан, көшесінің аты Тұран көшесінде Астана-Арена деген жерде орналасқан. Бұл жерде үлкен осындай коньки тебетін каток алаңы жасалыпты. Енді Айша мен Қадиша бірден барғаннан осы коньки тебеміз деп, сол коньки алуға очередьке тұрдым. Адам көп, ұрсып, қырылысып, әрең дегенде осы 2 конькиді алып шықтым. Ал Ёлкаға келсек, Ёлка биік, әдемі жасалыпты, әдемі безендіріліпті. Кешкісін көрінісі одан да әдемі жылтырап, әдемі жанып тұрады екен. Және одан басқа Аяз ата үйі деген осындай әдемі үй жасалған екен. Оның ішінде әртүрлі фотозонаға арналған әдемі фотоға түсуге болады екен. Біздер бірақ оған кірген жоқпыз. Және осындай балдарға, оқушы балдарға және кішкентай балдарға горка жасалған екен. Сондай тюбинг, жалға тюбингті алып, осындай горкаларға зырғанауға болады. Және тамақтануға кофе, шай, тамақ бәрі осы жерде сатылады екен.